Сәлем достар, қазақша мукбанг менің соңғы видеоның астындағы пікірлерді оқитын болсаңыздар, 50% қазақша түсірші деген өтініш. Әрине мен қазақша түсіремін, өйткені мен қазақша түсіріп бастап қойғанмын, және де орысшамен кезектестіріп түсіріп жүремін. Кей кезде мүмкін қазақша видеоларда көбірек болып қалатын шығар. Бүгін менде гриль бастайын. Сөлім бөлініп, мен бұл жерді дайындағанша, түсірілімге дайындалғанша өте қармашып кетті. Екеуінің де дәмін көрейік, соустың. Соустарды бірге сатып алдым, сол осы гриль сатылып тұрған жерде. Менде мынандай жаңа ыдыс пайда болды. Өзінің темір трубочкасы бар. Өте дәмді, не деген гриль бұл. Грильді жақсы көресіздер ма, жалпы? Мен гриль жайында айтатын болсам, менің кішкентай кезімде біз бірнеше жыл жатақханада тұрған болатынбыз. Анам, әкем, мен үшеуміз ғана. Содан кейін онда бір қиын кезеңдер болды. 2000 жылдар. Ақша жоқ кез болды ма, мен білмеймін. Мынау грузинский лепешка өте үлкен екен. Сол кезде ақша онша көп болмайтын, жеткіліксіз болатын ол кезде. Дегенмен де мен әкем жалақы алған күні осындай грильмен бір лепешка алып келетін. Мынандай емес, кәдімгі домалақ. Дөңгелек деп айтады, енді білемін. Көп сөзімді түзеп жатасыздар астында. Пысырды деген не деген сөз деп. Біз жақта солай айтамыз. Ол жайында біз сіздермен әңгіме құрып қойғанбыз. Қай видеода екенім есімде жоқ, бірақ диалекттер жайлы сөйлесіп қойғанбыз. Сөйтіп әкем жалақы алады, сол күні гриль мен лепешка алып келеді. Біздің үйде мереке болатын сол күндері.
Содан кейін өзі қазақпыз ғой, бәріміз Тұрсынбектің монологтарын тыңдаймыз. Дәл сол кісінің айтқаны сияқты. Сондай қиын замандарда бір нәрсе сатып алсаң үйге, бүкіл отбасыңмен отырып соған қарап отырасың деп, мысалы шәйнек сатып алдық. Соны қосып қоясың да қарап отырасың, қайнатып. Расымен солай. Сондай замандар болған, және грильді алып келген кезде бәріміз бірге отырып, жейтінбіз, қуанып, әңгімелесіп отырып. Қазір былай әңгіме қылып айтып жатқан кезде мүмкін бір қорқынышты болып естілетін шығар, бір аштықта жүрген сияқты. Жоқ, барлығы жақсы болды. Дегенмен де осындай тағамдарды сатып алынатын, көбінесе дайын тағамдарды онша алуға мүмкіндік болмайтын. Оның орнына басқа дүниелер алған маңыздырақ болатын. Солай жейтінбіз, бір отбасылық кеш боп. Және адамның балалық шағы қандай болмасын, ол өте керемет кез. Бала түсінбейді ғой, мысалы, жаман жерде өмір сүріп жатқан, немесе бір ата-аналары егерде ақшаның жоқтығын білдірмесе балаға, бала ондайды ойламайды да. Қандай да бір кезеңде, қандай да бір жағдайларда өмір сүрсе де, балалық шағы керемет шақ болып есептеледі. Және де сол кезде жеген тағамдары оған өте дәмді болып тұрады. Мысалы, тағы бір мысал, сол кездерде өзі бір уақытта ет болмады ғой демейде. Ғой демеміз, болмады, өйткені бертін келе анаммен сөйлескен кезде солай айтты. Мен оған айтам да былай: мама, сен білесің бе, мантаваркаға, ой, терісін өте жақсы көрем. Кімде жақсы көреді? Лайк қойып кеттіңіздер. Өте дәмді. Және мен бір қоңырын таңдап алдым, көріп тұрғандарыңыздай неше түрлі түстері болды онда. Өте ұнайды. Мен анам айтам ғой: сен мантаваркаға білесің бе? Оны жайып, оның ішіне майға қуырылған сарымсақты салып, сарымсақ жуа енді. Соны жайып, орап, мантаваркаға орама ретінде пісіріп, біз жейтінбіз. Соны ана жол айтам ғой, осы бертін келе: сен солай жасапен ғой, дәмді болады, маған ұнайтын. Тағы да жасашы деп айтып отырсам, ол кезде ет болмаған дейді ғой. Сонда маған ақша жоқ, бізде ет жоқ деп айтпайды. Былай айтқан: бұл сен тұмаумен ауырып қалмас үшін осылай жасап жатырмыз, сарымсақпен жеу керек, ауырмайсың деп. Олардың маған берген тәрбиесі, маған деген көзқарастары бағасы жетпес, бағасы жоқ бір сый деп қабылдаймын. Өйткені сол кезеңдерде мектепте мынандай балалар болады, менде ақша жоқ деп айтатын балалар болады. Мысалы, мынандай сатып алайық бәріміз бірге дегенде, бізде ақша жоқ деп айтатын балалар болды. Сонда мен ойлайтын: қалай ақша жоқ болуы мүмкін? Ондай да бола ма деп ойлайтын. Ішімнен ойлайтын, оларға айтпайтын.
Сондықтан баланың миын ондай керек емес ақпаратпен толтырмау керек. Оған тәрбие беру керек деп ойлаймын. Өздеріңізде кішкентай кездеріңіздегі бір кездерді естеріңізге алып, сол кездегі өздеріңіздің жан дүниеңіз, сезімдеріңіз, ойларыңыз, соның барлығын есіңізге түсірсеңіздер, өте көп бір нәтиже шығаруға болады негізі. Және де оны жаңағы нәтижелілікті дұрыс жағынан өз балаларыңыздың тәрбиесінде қолдануға болады. Мені көріп отырған кішкентай қыздар болсын, ұлдар болсын, сіздерге де айтарым сол. Мысалы, біз айтамыз ғой, сол кішкентай болған кезде, вот мамам маған осылай рұқсат бермей қойды, ал мен өзімнің балаларыма рұқсат беретін болам. Соны миыңызға жазып алыңыз сол сөзіңізді. Одан кейін өз балаңыз болған кезде рұқсат бересіз. Немесе үлкендер айтады ғой, өскен кезде түсінесің, өз балаң болған кезде түсінесің. Түсінгенде де өз балаңа бір кері әсерін бермейтіндей әрекет жасау керек. Темір түтікшеден бірінші рет ішіп тұрмын. Өте қызық екен. Негізі өзімнің кішкентай кезімдегі қызықтарды айтпақшы болғам. Тәрбие жайында болып кетті әңгіме. Содан кейін тағы бір мейрам сияқты әсерді әкем былай беретін. Балмұздақ пен кола алып келетін. Кәдімгідей балмұздақты мен кесеге салатынмын да, жаңағы килограммен сатылатындар болады ғой. Сондай балмұздақ. Соны кесеге салатынмын да, үстінен кола құям. Содан кейін коктейль қылып ішем. Коктейль қылып ішем, өте маған ұнайды ол дәм. Мамам қазір маған айтады, қалай ішесің? Балмұздақ та көбік болып кетеді, кола да көбік болып кетеді. Дегенмен екеуінің қосылғандағы дәмі менің кішкентай кезімдегі бақытты кездерімнің дәмі шығар деп ойлаймын. Маған әлі күнге дейін солай ұнайды. Мен әлі күнге дейін солай жасап ішемін. Айта кететін жайт, ол кездегі гриль мынандай үлкен болатын. Оған әкем де тоятын, анам да тоятын, мен де тоятын. Негізі өзім ешқашан гриль сатып алмағанмын. Бертін келе мамам үйге сатып алып жүреді кей кездерде. Бүгін өзім бардым. Қарасам осындай ғана гриль міне.
бірақ қандай ғана болады. Кісі айтам, үлкендер жоқ па десем, жоқ, бәрі осындай дейді. Гриль кішірейіп барады, бағасы өсіп барады. Екі ай мукбанг түсірген жоқпын. 2 айдың ішінде асқазаным кішірейіп қалған сияқты. Өйткені бұрынғыдай жей алмай қалыппын. Мінекей, жартысы қалды. Тура жартысы. Және мынандай, дәл сол жерден мынандай лаваш алдым. Лаваш, сырный лаваш деп тұр. Көрейік дәмін. Сырный лаваш болғанда, бұл кәдімгі лаваш, жай ғана үстіне сыр қойылған. Мындай. Сырдың дәмін сезе алмай отырмын. Біз кебаб жеуге барған кезде ең бірінші осындай лавашты алып келеді ғой. Кебабты бірнеше уақыт, өте көп уақыт дайындайды. Осындай лаваштарды, сокты және де соустарды алып келеді. Сол кезде қарнымыз ашқаннан осылай жеп отырамыз ғой. Сіздер де сөйтесіздер ме? Осыдан бірнеше күн бұрын мен орысша мукбанг салған болатын. Сол кезде бір қыз жазып қойыпты. Қазақшада басқа тақырыпта әңгіме айтыңызшы, мына тақырыбыңызды естіп алдық, түсініп алдық деп. Ал мынандай емес, енді домалақ лаваш. Қандай үлкен бұл. Супер келіншек деген, супер келіншек деген өзбектің киносын көріп едіңіздер. Сонда келінім осындай лаваштар пісіргеннен кейін өстейді ғой. Енесі осылай бөліп алады да. Деген кезде өте жегім келіп кеткен соны. Осылай жеген жоқ мен сияқты. Менің бір терісін жеп қойын.
Мен сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Менімен бірге болғандықтарыңыз үшін үлкен рахмет. Барлық сіздердің пікірлеріңізді оқимын. Мүмкіндігінше жауап беріп жатамын, лайк қойып жатамын. Сондықтан да сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер, жауап беремін міндетті түрде. Енді бұйыртса жиі түсіріп тұратын боламын. Тағы не жиын идеялықтырыңыздар.